Мына кімнің нәскиі? Қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жандос отырды. Не деген нәски? Бізде негізі бұндай ерекше нәскилерді киетін Мұхтар еді, енді Мұхтар жалғыз емес. Қалайсың, Жандос? Бүгін 1 апрель алдайтын күн ғой. Өміріңде біреуді қатты алдап, 1 апрель кәдімгі сендіріп, соңында жылап, или бір қызық болған бар ма? Ондай нәрсе жоқ негізі. Бірақ 1 апрель демей-ақ негізі адамдарды алдап тұрам былай. Жақсы алдайсың ба? Жақсы алдайсың ба? Негізі. Сендіріп тұрып. Бірақ дәл қазір есіне түсіп тұрған жоқ ондай. Вау дейтін. Қатар өмірде былай. Қалайсың, Зухра? Не деген аяқ киім? Қарауыз қандай күшті аяқ киім киіп алған. Түсіріп алды жарайды. Үлгерді ба? Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін 1 апрель алдайтын күн. Әзіл күні. Бүгін әзіл күні ма? Мен ұмытып кеттім атасы ол туралы. Мен аяғым ауыр. Аяғың ауыр ма? Әзіл өтпей қалды ма? Білмеймін, халыққа өтуі мүмкін. Өміріңде сөйтіп бір қатты алдаған кезің болды ма? Мамаңды ма? Біреуді бір подругаңды ма? Ондай болмапты. Болмапты ма? Сондай, мне всегда хочется осы апрельде алдайым деймін да, бірақ та ұмытып кете беремін мен всегда. Басқа күні есіме түсіп, 1 апрель өтіп кетті ғой деп. Бірақ бүгін ойластырамын бір нәрсе. Мүлдем өтірік па? Алданған кезің не деп алдады? Қалай алдаған, ана жерге шақырып, ана жерге есін түсірерсің. Сен алданып бардың, е? Бірақ жоқ екен ол жерде. Өзім алдаған емеспін. Мен шығып кетемін, бүгін біліп отырмын. Сен ше, Бекзат, біреуді алдап, или болмаса 1 апрель күні біреуден қатты алдап қалған кезің болды ма? Ол 1 апрель емес, жалпы алданып қала бересің. Жалпы өмірде алданып қала бересің. Сенгішсің, е? Ақ көңілсің. Өзім секретімді, семьядағы секретімді кейде сені айтып қоясың да, алданып қаласың артынан. Соңына өкініп таяшсың. Сенен жаман емес. Ақеркеге қатысы жоқ па бұл сөздері? Жоқ дейді ғой. Жоқ па, қатысы жоқ емес. Қалай алдандың? Кезінде бала кезіммен бірге өскен қызымды алдаған болатын, 7-ші сынып оқып жүрген кезде. Сонымен звондап, оны машина қырып кетті, реанимацияда жатыр деп мен алдаған болатын. Сонымен мен деген ебіл-дебілім шығып жылап, бір аяғыма басқа аяқ киім, екінші аяғыма басқа аяқ киім киіп, ұшқанмын ғой больницаға қарай. Больницаның алдына барсам, екеуі бар жиып тұр. Солай алданған болатынмын. Или біреуді алдап, или өзің алданып? Ешкімді алдаған емеспін, бірақ студент кезімізде, я студенттер группаластар алдаған болады. Не деп? Бүгін сабақ болады деп. Сосын жүгіп барған сөйтіп. Бізде мысалы таңертең болатын болса, түстен кейін демаламыз, түстен болса таңертең демаламыз. Сол кезде біз түстен кейін оқитынбыз да, таңертең біз демалатын болатын. Сол кезде таңертең жазып, маған звондап, оказывается, біздің сабағымызды таңертеңге ауыстырып жіберіпті, сабақ универге келтейіз деп. Апыр топыр жүгіріп барсам, жоқ қой ешкім. Жыным ұстады бірақ, кәдімгі ашуландым. Өйткені андай ұйқыңда қанбай қалады ғой енді таңертең. Сондай болып барғанмын. Сосын соңында 1 апрель никому не верді. Кешірім сұрап сөйтті ғой. Бірақ мен еш уақыт ешкімді алдамағасын білмеймін, мен өзім біртүрлі көрдім сол кезде. Ешкімді алдамаған жоқ негізі. Студент бір нәрсе болғандайды, или сабаққа бармай қалдық па, сондай біресе болған, так қатты алдырған кез болған жоқ. Вообще поняла, что ни этого нету. Помните, у нас был вопрос, ең сондай өміріңде жасаған, как бы, бесплатный дым жоқ менде, короче, я вот так по течению в основном жизнь, а бесплатность не про меня. Біреуді алдау керек срочно. Сен ше, Ержігіт? Ау? Ержига, 1 апрель күні қатты алданып қалған кезің болды ма? Алданбаймын да, алдамаймын да. Ой, ну неужели хоть раз не говорили? Алданбаймын. Не деп? Айт. Мен алдамаймын. Мен сені не білем ба? Алдауға, сен сөз бермей кішкене қойды, сөз алдауға тырысты, жоқ, сабыр. Кішкене қойды, айтып қаласың айтады. Алдауға тырысты, бірақ алданған жоқ. Ақтөре,
қатты бір алданған күнің болды ма? 1 апрель күні. Бүгін білесің бе, мен барлығын алдадым. Не деп алдадың? Хамо арқылы алдадым. Не деп? Өздері біледі. Өздері біледі. Бәрі деп қоямын. Айтса енді бізде деп қалады да. Оны айтып алмайды ма? Қатысушылардың арасында. Жарайды, осы күнге дейін. Алданғаным ба? Аха. Қыздар ба алдаған жоқ па? Қыз емес. Мамаларым алдаған. Қыздар типа екі қабатын деп алдаған. Қоша! 1 сәуір Алдакөсен туған күні ғой. Негізі мен басынан бір оқиға болған. Бір сыныптас қызым бар, мен ол кезде атырауда мектепте оқыдым. Звондайды ғой, обед кеше. Мен аварияға түсіп қалдым деп ше, осындай көшеге келдім. Сосын мен кәдімгідей ойымда там жоқ, 1 апрель күні. Шауып барсам, деген өтірік қой, жоқ қой ана жерде. Қайдасына больницадамын дейді. Қай больница, мынандай больницадамын. Осындай жерге кел дейді. Сол жақ барам ғой больницаға ше. Больницаға бардым ше, сұрап жүрмін ғой, осындай деген қыз бар ма? Осындай больницаға түскен авария болған. Жоқ онда, мен паника, киіп шабайт еді. Ол кезде 7 ме 8 оқимын. Сондай қыздар болған.